Привет. Мынау сендерге. Саламатсыз ба? Ассалауму алейкум. Есім Нұрбек болады. Сіздің қал жағдайыңызды біліп кетуге келгем. Құлағы қай уақыттан бері естімейді? 2021-ден бастап операция жасаттық, содан естімейді. 9 айында естімей қалды ғой. Не үшін естімей қалды? Прививка алған біз акадес деген. 1,5 жасқа шейін жүрмеді аяқпен. Массаждар алып, осындай нелерге, сабақтарға барғаннан кейін бірақ жүрді ғой. Міне мына біздің комната, папамның комнатасы. От жағамыз мына жерде. Папаның төсегі. Мына комнатада өзіміз жатамыз бала-шағамен. Қанша адам жатасың мына комнатада? Мына комнатада 4-еуміз жатамыз. 4 адам жатасыз. Кішкентай ұлым, қызым, үлкен ұлым атасымен жатады, анда-санда бізбен жатады. 5 адам жатамыз. Комнатамыз. Мына жерлер анда-санда көгеріп, сирс болып кетеді. Сонымен ақтап не істеп отырмыз. Сол сіздің жағдайыңызды біліп кетуге келгенбіз ғой. Рахмет көп. Құдай қаласа бір 2 жылдама очередіңіз келу керек. 2 жылда? Иә. Деп айтар едім сізге негізі. Бірақ бүгін сіздің үйіңізге біз қуанышты жаңалықпен келіп тұрмыз. Қойшы? Бүгін Алланың қалауымен сіз баспаналы болдыңыз. Рахмет көп. Харекет қорының атынан 1508-ші баспана. Рахмет көп. Ой, рахмет. Күнге осы армандап тілеп жүріп осындай баспанамыз болса екен деп, бала-шағамыз өсіп келе жатыр енді. Далада тоңып не істеп жүргенше осындай үйіміз болғанда Құдайға мың шүкір, тәуба, рахмет сіздерге. Самир тоғын, Самир тоғын. Спальня. Рахмет, қандай күшті. Спальня. Демекен. Жүрген жерлердің жолы ашық болсын. Қуаныштың жете беріңіз. Үлкен рахмет. Сосын батыл бердім Аллаға рахмет. Осындай үлкен жақсылық жасайтын Харекет қорына рахмет, істерді қолдайтын қазақ халқына рахмет. Осы үйде тек қана бақыт болсын, береке болсын, бала-шағаңыз күліп, ақылды, әдемі болып өсіп, бала-шағаңыздың қызығын көре беріңіз.